Сәлем достар, біз бүгін 10-шы сыныптың 3-ші тоқсанға арналған БЖБ тапсырмаларын орындаймыз. Бізде бүгін екінші БЖБ орындаймыз. Тақырыбы тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары тарауына жиынтық бағалау. Яғни, БЖБ-ның тапсырма мақсаттары дигибридті будандастыру, жыныспен тіркескен тұқым қуалау мен көп әлдиліліктің цитологиялық негіздерін есептер шығаруда қолдану. Екіншісі, әлелді емес гендердің өзара әрекеттесуін салыстыру. Хуго де Фриздің мутация теориясын, мутагенез себептерін және мутация түрлерін зерттеу. Хромосомалар санының ауытқуымен байланысты адамның хромосомдық ауруларын сипаттау. Білім алушы дигибридті будандастыру, жыныспен тіркескен тұқым қуалау, көп әлелділіктің цитологиялық негіздерін есептер шығарады. Әлелді және әлелді емес гендердің өзара әрекеттесуін салыстырады. Хуго де Фриздің мутация теориясын, мутагенез себептердің мутация түрлерін зерттейді. Хромосомалар санының ауытқуымен байланысты адамның хромосомдық ауруларын, аутосомдық және жыныстық ауруларды сипаттайды. Ойлау дағдыларын деңгейі қолдану. Орындауға берілетін уақыт 20 минут. Бірінші тапсырма бізде дұрыс ретін орналастырыңыз дейді. Бізде сұрақ дегенде моногибридті будандастыру кезінде фенотипті қатынас дейді. Яғни бұл жерде кесте түрінде көрсетілген белгілері қандай қатынасы екенін А, Ә, Б, В, С, Д дейді. Яғни 6 жауабы көрсетілген. Біз осы жерде жауабын белгілейміз. Моногибридті будандастыру кезінде фенотипті қатынас бұл бізде болады. 3-1 қатынасы Б жауабы болады. Екінші, дигибридті будандастыру кезінде фенотипті қатынас бұл бізде болады А. 9-ын 3-ге, 3-ін 3-ге, 3-ін 1-ге. А жауабы болады. Науқас 3-ші сұрақ. Науқас ер адамнан тек қызына берілетіндігі. Бұл Ә болады. Шындық, яғни науқас ер адам тек қызына берілетіндігі шындық. Жыныс хромосомалары бұл бізде болады X және Y. X аналық, Y аталық. Д жауап болады жыныс хромосомалары. Гомозигота және дигомозигота белгісі бұл бізде болады В. 2 үлкен А, 2 кішкентай А, 2 үлкен А мен 2 үлкен В, 2 кішкентай А мен 2 кішкентай В. Гетерозигота және дигетерозигота белгісі бұл бізде С варианты болады. Яғни бұл жерде үлкен А мен кішкентай А, үлкен А мен кішкентай А, үлкен В мен кішкентай В. Достар, бізде бірінші тапсырманы аяқтадық. Суретті пайдаланып хромосома ішілік, бізде 3-ші тапсырма әлелді емес гендерді будандастырудың түрлерінің анықтамасын жазыңыз дейді. Біз жазамыз комплементарлы әлелді емес гендер. Бұл екі немесе бірнеше әлелді емес доминантты гендердің бірін-бірі толықтырып, жаңа белгіні жарыққа шығаруын айтады. Эпистаз. Эпистаз дегеніміз бір ген екінші генді басып, оның белгісін жойып жібереді. Полимерия. Бір белгінің қалыптасуына бірігіп, әсер ететін гендер. 3-ші тапсырманы аяқтадық. Бізде 4-ші тапсырма суретті пайдаланып хромосома ішілік өзгерісті дұрыс ретін кестеге орналастырыңыз дейді. Бізде А, В, С, Д, Е дейді. Бізде хромосоманың бір бөлігінің оған ұқсас емес бөлігінің ауысып кетуі инверсия. Хромосома ұшының жетіспеушілігі дефишенция. Хромосоманың 180 градусқа бұрылуына байланысты гендердің орналасу ретінің өздігі өзгеруі делеция. Хромосоманың бір бөлігінің үзіліп түсіп қалуы делеция. Хромосоманың белгілі бір бөлігінің 2 еселенуі дупликация. Бұл негізі дупликат деген сияқты 2 еселенеді.
Бесінші тапсырма хромосомалық аурулар. Бұл бізде Даун синдромы және Патау синдромы жатады. Достар, біз бүгінгі тапсырманы аяқтадық. Бізде осы сұрақтардың барлығына дұрыс жауап берсеңіздер, сіздерге барлығы 19 балл беріледі екен. Достар, осы видеомыз сіздерге ұнаса, көмегі тиіп жатса, достарыңызбен бөлісіп, біздің арнаға лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда да БЖБ, ТЖБ тапсырмалары уақытылы түрде шығып отырады. Сау болыңыздар.